Ассалаумағалейкум құрметті достар, мінекей JD.ru сайтынан кезекті тапсырыс, бұның ішінде смартфон. Бұл смартфон шатаспасам қараша айында тапсырыс берілген. Мінекей ішінде мынандай шамасы сыйлық болу керек. Мінекей JD.ru-дің өзінің логотиптерімен рекламаға болды енді. Мінекей 1 және 2,4 амперге арналған осындай бір блок питания екен. Сапасы жақсы шығар деп ойлаймыз. Тексеріп жатырмыз алдағы уақытта. Және тапсырыстың өзін тексеріп көрелік. Мінекей бұл Lenovo смартфоны. Характеристикасы бойынша өте жақсы смартфон. Шатаспасам алдыңғы жылдары шыққан, былтырғы жылы шыққан модель, ескірек модель. Мінекей Lenovo A8 деген 4G LTE жаңағы желілерін қолдайды. 5 дюйм экраны, 2 гигабайт азу және 16 гигабайт памяті бар. Android 408 деп көрсетілген. Мінекей 28 нанометр технологиясымен жасалған 1,7 ГГц-тік процессор бар екен. Қытайша жазылғандықтан көрінбейді қандай процессор екені. GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 радиосы бар екен. Және 2500 мА арналған аккумулятор бар. Мінекей смартфонның өзі. Мінекей смартфонымыз. Ішінде батарейкасы жоқ болу керек шамасы қазір. Мінекей мынандай макулатура дейміз. Бәрі Қытай тілінде. Таза Қытай нарығына арналып жасалғандықтан сондай болу керек шамасы. Мінекей мынандай кабелі бар. Түсінікті болды. Бұл қытайлықтардың не үшін блок питанияны салып жібергендігі. Өйткені мына жақта өзінің родной зарядкасы жоқ екен. Қазір батареясын салып тексеріп көреміз. Неге батарейкасы 2500 мА деп көрсетілген. Өте жұқа. Кім біледі, 2500 мА бар ма, жоқ па? Алда уақытта тексеріп жатамыз. Так. Жерде бір симка ғана екен, бір симка алған смартфон екен. Және мінекей мына жерде microSD картасы салынатын орын. Неде болса қосып көрелік. Қосылғанша жан-жағын көріп жүрейік. Мінекей мына рамкасы металға ұқсайды екен. Шынымен де металл негізі, мына өте суық болып тұр. Оң жағында мінекей батырмалары бар. Төбесінде микро USB, 3,5 мм джек. Сол жағында ешнәрсе жоқ. Төмен жағында тек қана микрофон. Артқы жағында мінекей жоғарғы жағында динамик және 13 мегапиксельді камера және 2 светодиодты вспышкасы бар. Алдыңғы жағында мінекей камерасы бар, датчиктері бар, динамик және төмен жағында мінекей мынандай сенсорлы кнопкалары бар. Артқы қақпағы өте жаңағыдай глянцевый дейді, жылтырақ. Бетінде өзінің заводской пленкасы тұр, защитный. Мінекей бұлай обойларын ауыстырсақ болады екен. Android 4.4.2 Lollipop 2 ескі Android орнатылған. 2 гигабайт азу, 16 гигабайт өзінің памяті. Lenovo A806 деген смартфон болды. Бұл смартфон где-то $77 екен, шатаспасам. Сол шамаға келді. Жаңа купон пайдаланғанда. Мінекей достар, Wi-Fi-ға қосылдық. Қазір обновление бар ма, жоқ па? Тексеріп көреміз. Check update. Здесь соңғы версия істеп тұр.
біз камерасын тексеріп жіберелік. Неге камерасы осындай, мінеки көріп тұрсыздар. Жақсы деп айта алмаймын. Дегенмен өзінің бағасына тұрарлық смартфон. Lenovo брендінен бұл. Енді Қытайдың жаңағы Дуги телефон деген сияқты жаңа подозрительный фирмалар емес, үлкен жаңағы өзін танытқан Lenovo фирмасының смартфоны.